Surетін көрдік я аспабын қандай екенін, оның үнін естедік, үнін бардық я, қандай аспабын бейнесін көрдік солай ма. Енді осы жерге әр топтан бір-бір оқушы шығып, мына аспапты, мына қай елдің аспабы екенін қасына қойып не істейміз? Сәйкестендіреміз. Бірінші Қытай тобы бір оқушы Мәдиге де қойып. Ал дауыс көрейік. Мәди. Сосын аспабының атын айта ғой. Атын айта ғой. Сита, дұрыста оқушылар өте жақсы отырады. Келесі топ. Үнді синтар, яғни жапондығы кото.